Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бауырдан котлеттің рецебін ұсынамын. Видеоның соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. 2 картоп, 2 пияз, чеснок, 4-5 супчик, бауыр 1 килограмм. Сыртындағы пленкасын алып тазалаймыз қазір. Пленкасын алып тазалаймыз. Мен осындай тазалап пленкасын алып тастаймын. Мен осындай пленкасын алып тастадым уже. Тура видеодағыдай істесеңіздер өте керемет болып шығады. Қазір мясорубкада тартып қуырамыз. Мен осылай тазалап алдым. Енді тартамыз. Ең артынан картошканы тартамыз. Мясорубканың ішін бәрін тазалап шығады. Бәрін алып шығады ішіндегі. Менде бауырдан котлет. Ең ақырсында картошка болды. Енді дәміне қарай бұрыш, 1 шай қасық, 1 жарты қасық шай қасықпен бұрыш қосып, қара бұрыш. 1 шай қасық толтырып тұз, 2 жұмыртқа қосам. Жақсылап тұрып араластырып, 3-4 ас қасық ұн қосып, тағы бір араластырамын. Осыны жайып салып, жақсылап араластырамыз. Осыны 2 столовый ложкадан, біреу осыны. Тура видеодағыдай істесеңіздер өте керемет. Орташа жұқа котлет болады. Осыны жақсылап ақырын қайнаған отта, біз осылай пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.